Қостанай облысында 1000-нан астам киік қырылды. Бұл туралы бүгін еліміздің ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары Ерлан Нысанбаев мәлімдеді. Осы факт бойынша аумақтық және республикалық штабтар құрылды. Мамандар су, топырақ және биологиялық материалдардың сынамаларын алып себебін анықтауда. Алдын ала нәтижелер бір аптадан кейін жарияланады. Соңғы рет мұндай оқиға 3 жыл бұрын Жангелді ауданында болған. Ол кезде 926 киік пастереллез ауруына мерт болған. Мамандар осы екі жағдайдың ұқсастығы бар екендігін атап отыр. 2014 жылы Қазақстанда 256.700 киік тіркелген. Жалпы соңғы 10 жылда жануарлардың саны 12 есе артты. Қыстың созылып кетуіне байланысты организмдері әлсіреп шыққан мал, аң, оның үстіне туыт басталды. Соның бәрі қоса сөз әсерін беріп, сол пастереллезге шалдығып, бүгін осы предварительно осындай сылтауын тауып отырмыз.